Жанар ханым, дауысын қойсаңыз. Болды. Қосылды. Саламатсыздар ма? Нұреке, жаңағы нелерді көрсетіп қойыңызшы мына жерге. Бастай берейін ба? Дауысым шығып тұр ма? Жақсы шығып тұр. Бастаңыз. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн, қымбатты әріптестер, қымбатты серіктестер, қымбатты Неми компаниясының миллионерлері. Бүгінгі күндеріңіз, демалыс күндеріңіз шуақты, мерекелі, берекелі болсын, дендеріңіз сау болсын. Әрқайсылардың шаңырақтарыңызда бақыт болсын, бейбітшілік, әлемде бейбітшілік заман болсын. Менің есімім Жанар, Түркістан қаласының тұрғынымын. Өзім бірақ темір жолшымын. Осы салаға келгеніме 3 жыл уақыт болды. Осы жаңа экономикалық әлемдік жаңа экономикалық эволюция тұтынушылар қауымдастығының серіктестік бағдарламасы бойынша менеджермін. Тұрғылықты инвестормын, мастер профи тренингке сертификатталған маманымын. Биылғы жылы марафон 260 деген жаңа 8 айлық курс оқытылып жатыр. Соған мен қазір қатысушы мүшесімін. Түркістан аумақтық филиалының кеңсесінің представителімін. Менің бұл жерге келгенім себебі биылғы жылы 3 жыл болады. 3 жыл бұрын мен өзім темір жолшы болғандықтан, маған осы Skyway деген әуе жолдары бір видеосын көріп жүрген. Сол видеоны көріп жүрген кезде маған спонсорым Ерик Мырза көшеде көріп қалып, просто слайд жібере салды. Сол слайдты көрдім да, мен ертесі күні Түркістаннан Шымкентке барып, осы компанияға кіріп, сол компанияның мүшесі болып, акционер болып шыға келдім. Себебі маған ол көлік көңіліме жақын болды. Мен темір жолшы болғандықтан деп ойладым. Бірақ негізі биылғы жылы өзім осы компанияға кіргеніме қуаныштан қатты қуанып жүрмін. Себебі мен қазір білім алып жатырмын. Білім алған сайын менің көңілім оянып жатыр. Әртүрлі біздің қандай салада, қандай жерде істеп жатқанымызды білген сайын менің адамдардың бәріне айқайлап айтқым келеді. Осы жерге келіңіздер, мүмкіндіктерің болғанша жіберіп алмаңыздар. Осындай 100 жерде бір келетін мүмкіндікті пайдаланыңыздар дегім келеді. Енді осы компанияға келген себебімді айтып кеттім. Біздің компанияның өзінің мақсаты оқу, ізден, өркенде. Әлемнің жаңа экономикалық эволюциясын құру. Бұның әлемдік жаңа не үшін оны құрады? Біз айтып кететін болсақ, әлемде 90% адамдар 10% адамға жұмыс істейді екен. 90% адамдардың ақшасы 10% адамдарда болады екен. Мына байлар байи түсуде, ал жарлылар кедейлене түсуде деген қағида бар. Онда айтады, білетін болсаңыздар, Роберт Кийосакидің «Квадрат денежного потока» деген кітабында айтылады. Адамдардың жұмыс істеу қабілетіне қарай табыс табу қабілетін 4 топқа бөлуге болады дейді. Олар бірінші жұмысшылар дейді. Жұмысшылар кімдер? Олар белгілі бір уақытта барады, азанда сағат 9-дан барып, кешкі 6-да қайтады, белгілі бір айлыққа жұмыс істейтін адамдар. Олар өздерінің еріктері жоқ, өздіктеріне басқа бір қызметке ауысып кете алмайды, постоянно напряжениеде отырады, өздерінің біреуге тәуелді, айлыққа тәуелді. Ол работа дейді, ол раб деген құл деген сөз, ақшаның құл деген сөз, ақшаға жұмыс істеп отырған адамдар. Енді көп адамдар ол 10% ақшаны құрайды екен. Ал одан кейін кейбір адамдар жұмыстан шаршайды, мен жеке кәсіп ашамын дейді, кәсіпкер дейді. Кәсіпкер ол шаштараз ашып алады, ресторан ашып алады, болмаса бір жеке магазиндер ашып алады, базарға шығады. Олар 90% адамдар құрайды екен. Олар да өздері шықпаса, табыс жоқ, өздері алатын бір табыс табатын мөлшерде ғана, өздерінің істеген еңбегіне ғана табыс алады екен. Ал үшінші топтағы адамдар, олар үлкен бизнестегілер дейді екен. Ол үлкен бизнестегі адамдар, олар кімдер? Жұмысшыларды жалдайды, кәсіпкерлерді жалдайды, бірақ өздері бос болады. Бірақ та олардың конкуренциялары көп болады. Мысалға айтатын болсақ, біздің Түркістанда қай бір жылы Сульпак деген магазин ашылды. Сульпак магазиннің қасынан Технодом ашылды. Одан кейін
Эврика ашылды, одан кейін мечта ашылды. Енді қараңыз, бірінде бар товар, екіншінде де бар. Олар сет ресторан, сет магазиндер ғой. Сондықтан да олар конкуренция бір-бірімен жаңағы кімдікі менен көбірек алады деген сияқты конкуренция басым болады да, олардың милары демалмайды. Постоянно ізденісте жүреді. Ал енді олардың осы үш топтағы адамдардың арман мақсаттары бар екен. Ол төртінші топтағы адамдардың қатарына қосылу. Төртінші топтағы адамдар кімдер екен? Олар инвесторлар екен. Инвесторлар дегеніміз, біз ақшамызды бір табыс беретін жерге, үлкен бір бизнеске сап қойдық, ал ол бізге болашақта біз сол жерден нан жейміз, сол жақтан табыс алып отырамыз. Ақша бізге жұмыс істейді деген сөз. Сондықтан да мына үш топтағы адамдардың көбісі инвесторлар қатарына қосылуға асығады екен, армандайды екен. Ал енді біз өзіміздің осы компаниямызды айта алатын болсақ, мына жаңа әлемдік жаңа экономикалық эволюцияны мақсаты байлықтың ғаламдық таралуы, қауіпсіздік және қорғау, құндылықты арттыру, өркендеу мен бақыт армандардың орындалуы. Біздің ең бірінші мақсат осы компанияның осы бағыттармен жұмыс істейміз. Ол компанияның ашқан осының бізге бүкіл әлемнің халқының 10 жылдың ішінде 15-20% халқын, 30% халқына шейін әлемді бай қылам, әлемде ақшаға тәуелсіз етемін деп осындай мүмкіндік жасап беріп отқан біздің сүйікті де сүйкімді основателіміз, негізін қалаушы Андрей Федорович Ковратов. Әлемдік жаңа экономика компанияларының директоры, ол кісі, жеке инвестор академиясының авторы, көп салалы кәсіпқой инвестор, криптонит бағдарламасының авторы, армандарды жүзеге асыру бағдарламасының шебері, миллиондар құпиялар Андрей Ковратовпен бірге деген тележүргізуші, бірнеше бұның бағыттары ашқан мүмкіндіктері бар адамдарға жасап қойған. Бұл кісіні 2019 жылы ноябрьдің 14-інде Россияда Госдумада әлемнің выдающийся лидер России, әлемдегі Россиядағы ең мықты қоғам қайраткері деген атақ берді. Бұл кісінің 1000 жылдықтың адамы деген үлкен энциклопедияға аты енді. Одан кейін әлемнің ақ көгершін деген атағы бар бұл кісінің. Бұл кісіні танымайтын әлемде адам жоқ. Енді қаржылай сауаттылықты меңгерген адам болатын болса, ол кісілердің барлығы да осы Андрей Федорович Ковратовты таниды. Себебі бұл кісінің еңбегі орасан зор. Қарапайым халықты қалталы, ақшалы, бай қуатты етем деп әрекет жасап, осындай мүмкіндіктерді 2011 жылдан бері инвестор жаңағы онлайн академия ашып, жеке инвесторлар академиясын ашып жұмыс істеп жатқан адам. Біз кімнің артында, қандай компанияда, қандай бизнесте жасап жатқанымызды білеміз. Сондықтан да мен осы жерге келгеніме қатты қуанамын. Енді бұл криптонит бағдарламасының бізге берері не? Бірінші, оқу бағдарламасына қолжетімділік. Жаһандық инвестициялық портфельге иелік ету, адалдық бағдарламасы бойынша ай сайынғы бонус, профи бонус, шартсыз базалық бонусын алу мүмкіндігі, реттелетін және ашық қаржыландыру, активтердің ұлғаюы есебінен криптонит құнының артуы, криптониттің әлемдік мерчендайзерге айналымға түсу мүмкіндігі. Біздің бағдарламамыз бойынша қазір көптеген адамдар осы жерден мүмкіндік алып жатыр. Кезінде қарапайым болып келген адамдар қазіргі таңда 3 жылдың ішінде, 5 жылдың ішінде үлкен жетістіктерге жетіп, өз мақсаттарына, армандарына қол жеткізіп жатыр. Мен осы компаниямыз 3 құрамдас әлемдік жаңа экономикалық эволюция 3 құрамдас бөлігі. Оның бірінші бөлігі оқыту дейді, бірлескен меншілік иелігі дейді, бизнес дейді. Оқыту бағдарламасы бізде әртүрлі салада жүреді. Оның оқыту бағдарламасының саласы, бір саласы біз айтамыз жеке инвестор академиясы. Айтып өттім, 2011 жылы құрылған, қаржылық сауаттылықты арттыруға және дамытуға арналған интернет портал. Оның 600-ден астам студенті бар. Алуан түрлі курстар мен тренингтер өткізеді. Соның бір тренингі оқу ақпараттық өнімдері, ОИП деп айтылады. Қазір бізге кірген компанияға кірген адамдардың барлығы осы ОИП-ны сатып алады. ОИП деген оқу ақпараттық өнімдер, инвестиция тақырыптары, жеке инвестордың 8 ережесі, жеке инвестицияландыруға алғашқы қадамдар,
жеке инвестордың дамуындағы 12 деңгей, жеке инвестордың қашықтықтан оқытуы, $1 қалайша $1 миллион айналады, капитализация негіздері, Мәскеу биржасындағы трейдинг, жеке инвестордың базалық оқуының 12 курсы, инвестициялық кеңесші кәсіби онлайн курстары. Енді осы ақпаратты ала отырып, бизнес және тұлғалық өсу тақырыптары. Кез келген адамдарды қалайша ақиқатқа айналдыруға болады? Қазір немесе бұрын табысты болсаң, табысқа қалай қол жеткізуге болады? Тайм менеджмент, табысқа жетудің 8 негізгі қағидасы, қосымша табыс көздері, өмір ойыны, дербес коучинг бағдарламасы бойынша біз білім аламыз осы жерден. Енді бұдан басқа да біз қаржы данышпаны, бизнес тренажеры арқылы біз онлайн түрде де ертең білім алатын дәрежеге жетеміз деп отырмыз. Бұл қаржы данышпаны бизнес тренажерында біз нені білеміз? Нақты өмірдегі қағидаларды модельдейтін экономикалық үстел ойыны. Негізгі мақсаты арманыңызға қол жеткізу және байлық шеңберіне ену. Қаржылық дағдылар және инвестициялау, коммуникация және коммуналдық жұмыс, көңіл көтеру, қайталау және әрекет арқылы жаңа идеялар қалыптастыру. Егер сіз қарапайым жұмысшы болатын болсаңыз, бірде миллионер болып кететін болсаңыз, ертең ол ақшаны не істейтініңізді білмей қалатын болсаңыз, осы ойын арқылы сіз өзіңізді тәртіпке келтіре аласыз. Қалай жұмыс істеу керек, қалай ақшаны жарату керек, қалай оны керек жеріне пайдалану керек екенін сіз осы жерден үйренесіз. Ендігі бағытымыз, екінші бағытымыз бірлескен меншік иелігі. Бірлескен меншік иелігінде бізде әртүрлі ол бірлескен меншік иелігі 30-шы наурыз 2019 жылы басталды. Биылғы жылы соның 1 жылдығын тойлап атап өтудеміз. Енді бірлескен оның инвестициялық нарықтың 20 секторымен жұмыс істейді криптоинвест бағдарламасы. Бірінші бағытымыз білім беру, көп деңгейлі краудинвестингтегі дамыту секторы, бизнестің тиесілі болу арқылы жүзеге асырылатын бизнестердегі үлескерлік меншік секторы, денсаулықты және ұзақ өмір сүруді дамыту секторы, инновациялық көлікті дамыту секторы, банк секторы, қор нарықтары, валюта нарықтары, криптовалюта нарықтары, сақтандыру секторы, жылжымайтын мүлік секторы, инновациялық даму секторы, ауыл шаруашылығы және фермерлік дамыту секторлары, кәсіпкерлік, кооперативтік және әлеуметтік даму секторы, ғылым секторы, мәдениет секторы, қымбат бағалы және жартылай қымбат металдар секторы, асыл тастар және жартылай қымбат бағалы тастар секторы, ғарыштық даму секторы, қайырымдылық секторы. Осы 20 бағытта біз жұмыс істейміз. Енді бірінші бағытымыз жаңа айтып өттік, оқу деп. Енді осы екінші бағыттағы криптоинвест бағдарламамызды іске асыру үшін біз 3 фазаға бөлінген. Негізі 80 миллиард осы криптоинвест шыққан, 80 миллиардтың біз қазір осы 1 жылдың ішінде бір жартысына таяуын біз уже сатылып кетті. Ол бірінші фазада, бірінші фаза 8 кезеңге бөлінген, ол 1 жылды аралығын сатып болу керек болған, ал бірақ ол 9 айдың ішінде сатылып кетті. Алғашқы бірінші кезеңде ол 8 кезеңге бөлінген, бірінші кезеңдегі акциялардың криптоинвесттердің бағасы сатылымы 1-3 күннің ішінде сатылып кетті. Ал екінші кезеңдегі үлкен пакеттер 15 минуттың ішінде сатылып кетті. Мен өзім аламын деп, $2500 аламын деп екінші кезеңнен ақшамды ұстап отырғам, бірақ мен оған үлгермедім. Азанда мен аламын деп отырсам, оны уже түнде 15 минуттың ішінде $8000, $5300, $2500 пакеттері 15 минуттың ішінде сатылып кеткен. Себебі не? Себебі бүкіл әлемдегі мемін деген инвесторлар, бүкіл әлемдегі осы бағдарламаны күтіп отырған адамдар, осы мүмкіндікті көріп, болашағын біліп отырған адамдар, соны аңдып отырды да үлкен пакеттерді алып қойды. Ал енді ол 1 жылға жететін уақытта сатылатын фазамыз біз 9 айда сатып қойдық. Енді январдың 15-нен бастап екінші кезеңге екінші фазаға өттік. Енді бұның ұзақтығы 8-17 ай дейді, айналымға біз 20 миллиард криптоинвест қойған. Ал енді ол қазіргі таңда бірінші кезеңін бітіп, майдың 1 күні екінші кезеңге өтеміз, осы екінші фазаның. Одан кейінгі үшінші фазада жаһандық мерчендайзинг активтердің бағалануы 100 триллионнан астам долларға бағаланады екен. Енді сол кезде біздің әрбір штук криптоинвестіміздің бағасы $1230-50 көтеріледі деп бағалануда.
Оның ұзақтығы 4-8 жылға айналады, айналымда 4 миллиард криптоюнит болады. Енді осының Алла қаласа, бұның барлығы да бекерден бекер адамдар жанталасып алып жатқан жоқ. Оның себебі де айттым, бұл әртүрлі бағытта жұмыс жасайды бизнесіміз, инновациялық көлік технологиялары. Жерді өте аз мөлшерде бөлуді қажет етеді. Мен осы көліктің 2017 жылы февраль айында осы Skyway Invest Group компаниясының осыған кірген, қазір өте қуаныштамын. Бұл әлемдік деңгейде бензинсіз жүреді, соляркасыз жүреді, экология таза болады, жылдам жүреді, бағасы құны арзан болады. Қазіргі таңда оның нарық көлемі 500 триллион долларға жеткен. Бір шақырымның орташа бағасы 5-10 миллион, 5-10 доллардан астам. Экологиялық тиімді және қауіпсіз табиғатты сақтайды. Бұған жердің керегі жоқ. Бұл көлікке светофордың керегі жоқ, жүргізуші керегі жоқ. Бұл өзі мына кептелісті азайтады, экологияны тазартады. Өте керемет болашақтағы біздің мінетін көліктеріміз болып саналады. Бұның табысы өте көп. Екінші табыс көзіміз бұл. Қымбат бағалы металдар, оның ішінде алтын. Алтынға біз 11 миллиард 480 миллион 532 мың доллар салған екенбіз. Кезінде қазіргі таңда оның бағасы 9 миллиард 805 мың 332 долларға жетіп тұр. Оның күннен күнге өсуге біз алтынды, бізде алтын кен орындарымыз бар. Африкада, Ганада, Замбияда, Танзанияда, одан бөлек Россияда, Оралда алтын кен орындарымыз бар. Олардың Алла қаласа осы жерден біз болашақта үлкен табысқа кенелеміз деген үмітіміз бар. Бұл қазірдің өзінде үлкен табыс беріп жатыр. Одан кейінгі табыс көзіміз біздің инновациялық базар технологиясы. Базальт деп отырғанымыз өзі не? Мен осыны айта кетейін. Базальт бұның компанияның негізін қалаушы Дмитрий Воронов. Ол Дмитрий Воронов әмбебап қолданатын инновациялық экологиялық таза және табиғи материал, жеңіл өңделеді, бюджеттік жағынан тиімді, шикізат базасыз, шексіз, қазіргі қолданыстағы металдардың басым көпшілігін алмастыра алады. Бұл негізі вулкандар изверженияға түседі, вулкан атылған кезде қып-қызыл лава болып құйылады. Ол қатады 800-1,5 мың температурада. Ал соны алып өндіріске қосқан кезде ол алюминий сияқты жеңіл болады, ал сталь сияқты, құрыш сияқты қатты болады. Ол коррозияға ұшырамайды. Оны қайтадан обработка жасаса, оны қайтадан өндіріске қосуға болады. Сондықтан да осы өндірісті біз қазіргі таңда Дмитрий Вороновтың бастауымен Польшада қазір өндіріс салынып жатыр. Алла қаласа, ертең одан да біз өз үлесімізді алып отырамыз деген ниеттеміз. Одан кейінгі табыс көзіміз, келесі табыс көзіміз Суши Мастер. Суши Мастер ресторанның основателі Алекс Яновский деген мықты бизнесмен, мықты коуч, мықты тренер. Мен оның тренингтарын өте жақсы көремін. Керемет адамдарға мотивация береді, адамдардың өмірге деген құлшынысын арттырады. Оның Суши Мастер деген ресторандары өзіңмен ала кет деген форматта жапон тағамдарының мейрамханалар желісі. Оның басты мақсаты әлемдегі ең ірі жапон тағамдарының өнімдерін жеткізетін компания құру. 10 жылдың ішінде әлем бойынша 50 мың мейрамхана ашу мақсат. Компанияның болжамды капиталдандыруы 100-200 миллиард ақш долларын құрайды. Қазіргі таңда Алматының өзінде былтырғы жылы 6-7 ресторан ашылды. Қазіргі таңда барлық көп ресторандар жабылып жатқанда, көп жаңағындай осындай тағам беретін кафелер жабылып жатқан кезде біздің ресторандардың, Суши Мастердің қайта жұмысы артуда. Себебі бұл өзімен бірге алып кет. Үйде отырып заказ беріп, үйде отырып тамақ жейтін адамдарға бірден бір жақсы, қолайлы, тиімді болып отыр. Осыдан біз өз үлесімізді Алла қаласа алып отыратын боламыз. Одан кейінгі тағы да біз жаңағы табыс көретін бір бөлігіміз Кетмар фильм өндірісі. Кетмар фильм өндірісі, оның негізін қалаған 2005 жылы Нұрлан Мамекеев деген мықты кинорежиссер, әлемдік деңгейдегі. Оның бірнеше кинолары бар. Бұның 15-тен астам кино түсірілген. Кино мақсаты қазіргі таңда ол Человек-дракон деген
Айдаһар адам деген кино түсіріп отыр. Оның идеясын өзіміздің Андрей Федорович жасап берген. Неге? Адамдардың әрбір адамның ішінде айдаһар отыр дейді. Оны біз жақсы жағына пайдалануымыз керек дейді. Ал егер жақсы жағына пайдалансақ, біз әлемді барлық ажалдан тажалдан құтқара аламыз дейді. Сондай бір жақсы керемет кино түсіріліп жатыр. Ол қазіргі таңда мақсаты жарты әлемді аламыз дейді. Жарты әлем деген ол Қытай мен Үндістан. Қытай мен Үндістанның Қытайдың өзінде 10 миллионнан астам кинотеатр бар екен. Қазіргі таңда осы биылғы жылдың декабрь, январь айларында келесі жылы осы киномыз көрсетілімге түсіп, Қытайда көрсетіле бастайды. Алла қаласа біз соңында өз үлескері болып, өзіміздің табысымызды алып отырамыз. Содан кейінгі біздің табыс көзіміздің тағы бір саласы онлайн платформа Шикарт дейді. Шикарт платформасы ол WhatsApp сияқты, YouTube сияқты, Одноклассники сияқты, сол сияқты платформа. Оның авторы Серік Төрекеш, Денис Беспиятов негізін қалаған. Кәсіпкерлер мен тұтынушыларға арналған әлемге әйгілі платформа, адалдықпен басқару жүйесі дейді. Бюджетті үнемдеуге және жеке қаржыны дұрыс басқаруға көмектеседі. Енді бұл Шикарт бағдарламасы бойынша біз өзіміздің, мысалға, өндірістеріміз болса, өзіміздің бір услугамыз жаңағы болатын болса, біз осыған қоятын болсақ, реклама, жарнама есебінде пайдалансақ болады. Әлемдегі көп жарнама шығаратын жаңағы нәрселер осы арқылы бүкіл әлемде жұмыс істейді. Біз бұдан да өз табысымызды алып отырамыз деген үмітіміз бар. Құдай қаласа алып отырамыз. Бұл да үлкен сұранысқа еге болады. Содан кейінгі табыс көзіміз жетінші завод алмазный производство дейді ғой. Алмаз шығару. Бұл Алматыда салынады, Құдай қаласа. Бұл өте жоғары сапалы болады. Алмаз производствосы, біз ойлаушы едік бұрынмен, бриллиант десе, только жаңағы украшение, жаңағы әйелдер тағады ғой, сырға жүзік деген сияқты да, бриллианттар. Ал оказывается, негізі ол тек қана украшение емес екен, сән қой адамдарға тағатын бұйым емес екен. Ол даже мынау операция қылатын кезде кальпель дейді ғой жаңағы медиктер, соның ұшы да осы алмастан істеледі екен. Жер бұрғыланатын болса жаңағы мұнай қазатын, оның да бұрғының ұшы да осы алмастан істеледі екен. Микроскоптардың ұштарында да осы алмас пайдаланады екен. Барлық жерде ең жоғары сапалы осы алмас өнімдері қолданылады екен. Сондықтан да біздің алмасымыз, біздің мынау бриллиантымыз басқа бриллианттарға қарағанда сапасы өте жоғары болады. Фиолетовый бриллиант дейді ғой, күлгін түсті бриллиант шығарамыз, 50 каратты дейді. Өте жоғары сапалы. Біз мынау қазіргі таңда бриллиант таға алмадым, шамам келмеді деген адамдар болатын болса, қыздар, келіншектер барлықтарыңызға мен ұсыныс жасаймын, осы жерге келіңіздер. Осы жерде өзіміздің алтынымыз болады, өзіміздің бриллианттарымыз болады, өзіміздің киномыз, өзіміздің ресторандарымыз, өзіміздің көлігіміз, өзіміздің WhatsApp-ымыз, өзіміздің приложениеміз, платформамыз болады. Сондықтан да біздің бұл жерде өте көп табыс көздеріміз, недвижимостарымыз бар, өзіміздің курорттарымыз болады. Таиландта, Пхукетте курорттар салынып жатыр. Осы компаниядағы менмін деген, жаңағы демаламын деген адамдар болса, барып демалуға болашақта жағдай жасалады. Басқа жағдайларда арендаға беріп табыс табуға болады. Одан да басқа жаңағы жерлеріміз бар. Алып қойған Красноярский крайда курорттар салатығын. Содан кейінгі табыс көзіміз тағы да криптовалюта и блокчейн дейді. Инвестицияларда блокчейн деп отырғанымыз ол сет, үлкен криптовалюта деген ұғымды естіген адам болатын болса, енді көп адамдар білмегендер бар, білгендер бар. Мына әлемде криптовалюта деген жаңағы ақша, интернет ақшасы шығып жатыр. Болашақта мынау қазіргі кризис заманы келіп жатыр деп жатырмыз ғой. Карантин деп жауып тастап жатыр. Барлық адамдарды онлайн мектепте оқушыларды оқытып жатыр. Онлайн менен жаңағы үйде отырып жұмысты басқарып жатыр көп адамдар. Соның барлығын айналып келгенде осы интернет әлеміне әкелу. Интернет әлемін барлық адамдар осы ақшаға көшіру. Сондықтан да біз өзіміз осы крипто юнитімізді болашақта криптовалюта қылып сата алатын мүмкіндіктеріміз бар.
Сол сияқты біздің тағы табыс көзіміз америкалық фондовый биржада, Найс, Насдак, Амекс деген үлкен фондовый биржаларда біздің брокерларымыз отыр. Ол мына бірнеше Apple дейді, Google дейді, Яндекс дейді, Amazon.com дейді, Макдональдс, Visa дейді, осы сияқты миллиардтаған үлкен компаниялардың акцияларын сатып алып, біз айналымға қойып қойғанбыз. Бүкіл әлемдік деңгейдегі компаниялардың. Біз осылардың да біз үлескеріміз. Біз ойыпты сатып алдық қой. Сол өзіміздің ойыпты сатып алу арқылы осындай мықты компаниялардың да біз үлескері болып отырмыз. Осыдан түскен пайдадан біз өз үлесімізді алып отыратын боламыз, Құда қаласа. Енді осы компаниямыздың осындай мүмкіндіктерін қандай қылып табуға болады? Осындай мүмкіндіктерді қалай алуға болады? Азғантай ғана мүмкіндік беріп, біз өзіміздің болашаққа өз тағдырымыз өз қолымызда. Егер де сіздер бай болғыларыңыз келсе, мына 10% халықтың қатарына кіріп, Андрей Федорович Хабратовтың осы 10 жылдың ішінде 15-30% халықты бай қыламын деген адамдардың қатарына кіргілеріңіз келсе, мен сіздерді осы компанияға келіп, мүше болуларыңызға кеңес берер едім. Келіңіздер, бізбен көрген қуанышымызды сіздер де бөлісіңіздер. Мені осы компанияға шақырып, осындай мүмкіндік беріп отырған менің спонсорларым Ерхан мырза, Кенжебай мырза. Кенжебай мырза маған осы білімді жетігірек үйретіп, қазіргі таңда онлайн бизнесті қалай істеу керек, зумды қалай тартып, қалай адамдарға презентация беру керектен үйретіп отырған бірден бір менің спонсорым, жетекшім. Мен өте қуаныштымын. Ол кісі өте жоғары сапалы, жоғары білімді, ақ көңілді, ақ жарқын, мотивацияға толы, жүрегі кең, сондай мықты адам. Шымкент офисінің представителі. Маған осы офисті аш, Жанар Түркістанда халықтың көзін ашайық, бірге білім берейік, халықты үйретейік, осындай бизнеске тартайық деп маған қолқа салған адам. Сондықтан да мен өте алғысым шексіз, басын деймін. Қазіргі таңда осы әлемдік жаңа экономикалық эволюцияның вице-президенті статусын жапқан мықты бизнесмен, бизнес-тренер, коуч, бүкіл әлемдік деңгейдегі, Құда қаласа, Кенжебай Ибрагимов мырзаға сөз кезегін бергім келеді. Ол кісі осы компанияға маркетинг планды, ақшаны қалай табуға болатынын айтады. Кенжеге сөз кезегі өзіңізде. Рахмет сіздерге. Тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Ой, молодец. Доғол шапалақтау десем болады. Барлығыңыз Жанардың қалай өсіп атқанын біз прям көз алдымызда көріп отырмыз. Бара-бара вообще нағыз международный спикер болуға дайын болып атқанына уже көзіміз жетіп отыр. Нағыз Түркістанның жұлдызы, Қазақстанның жұлдызы болуына мен уже көзім жетіп отыр. Рахмет. Мына осының барлығын даже айтады ғой, анау тренерден озып кеткен оқушы сол нағыз бақытты деп айталады ғой. Сол сен өйстіп алға басып үйреніп атқанына мында бір саған рахмет. Осы Түркістанның жұлдызы болып, офистің үлкейе берсін, өзің өсіп, өніп, Қазақстанның жұлдызы, международный жұлдыз бола бер, президент бол. Өзің лайық болып атсың. Өзіме айта келгенде рахмет, мұны Жанар ханымды айтып отыр ғой. Мен бұл компанияға келгенде 1915 жылы маған осы проектті айтқан кезде маған сразу ұнаған. Негізі маған ұнаған себебі бұяқтағы адам, кірген адамдардың ешқайсысы ұтылмайтынына көзім жетті. Неге? Потому что бұяқта біз просто так товар алып отқан жоқпыз. Біз именно осы акция, криптоакция дегенді алып отырмыз. И біздің ақшамыз тағы да өте таза сауап жұмысқа, өте таза халал жұмысқа кетіп жатыр да. Сол үшін мен бұны сразу көңіліме ұнағандықтан мен басқа жұмыстың барлығын тастадым да сразу осы жұмысты істеп офис ашуға тырыстым. Сөйтіп 2016 жылдан бері мен осы компаниядан ешқаяққа басымды бұрмай, тек қана осы компания істеп жатырмын. Негізі бұл компанияның болашағы өте үлкен екеніне көзім жетті. Біз деген миллиардтаған емес, триллиард доллардың
рынокқа кіріп жатырмыз. Потому что Жанар ханымның айтқандай, біздің жол торабымыз бар, басқа жағынан да алтынды сатып алып жатырмыз. И біз жаңағы айтқандай крипто рынокқа кіріп жатырмыз. Крипто рынок дегеніміз біз өзіміз енді ғана түсініп үйреніп жатқан, көбісі білмейтін шығар, бірақ 2009 жылы крипто валюта деген ашылды, ол биткоин деген. Сол кезде ешкім түсінбей, сол биткоин не екенін білген де жоқпыз. Сонда 2009 жылы $1, $1, сонда бір Кока-Коланың ақысы. Соған бізге 1000 биткоин алуға болады деді. Мана 10 жыл өткелі бері қазір сол бір биткоинның бағасы бүгін $7000. Сонда егер 2009 жылы біз біліп, сол бір Кока-Коланы ішпей-ақ 1000 биткоин алып қойғанымызда, қазір бізде $7 миллион болады деді. Соны көп адамдар қазір ғана көзі жетіп отыр. Әлде көбісі білмейді. Мына криптовалюта деген не дейді? Енді мен сіздерге айтып отқаным, біз интернет арқылы қазір бір-бірімізге хат салып жатырмыз, жіберіп жатырмыз, сурет жіберіп жатырмыз, видео жіберіп жатырмыз. Енді сол 2009 жылы осы Сакоши Накамото деген ол айтыпты, а неге біз ақшаны жібермеске? Негізі ол да оңай ғой. Чем бүйтіп банкке барып, комиссия төлегенше, уақытымызды кетіргенше, біз тура осы сурет салғандай қылып, интернетпен ақша жіберсек қалай болар еді деп, сөйтіп ол сол криптовалютаны шығарған сол бірінші адам болып жатыр. Енді сол 10 жылдан бері қазір дүние жүзіне дамып, бүкіл мемлекеттерге де қазір сол криптовалютаны қолдансақ екен деген қазір барлығы пландастырып жатыр, жоспар құрып отыр. Енді бізде сол жаңағы опыт бойынша қазір біздің компанияда 2019 жылы сол криптовалютаға көшіп отыр. Енді қараңыздар, біздің мақсатымыз не? Жаңағы айтқандай, біз жұрттың ақшасын қалтамызға салайын деп отқан жоқпыз. Біз просто оларға көзін ашып бермекшіміз. Міне, сенің қазір қалтаңда жүрген $100, $200 болса да, сен осы ақшаңды, ол қазір инфляция жеп қояды. Сен инфляцияға оны, потому что баға күннен күні өсіп жатыр. Доллар күнге өсіп жатыр. Кеше ғана 380 теңге болған доллар бүгін уже 450 теңге болып кетті. Ертең қанша болатынын бір Алла біледі. Сондықтан сол ақшаң жойылып кетпес үшін сен қазір осы крипто акцияны бізден алып қой. Сонда сенің крипто акцияң қазір сол, мысалы $200, қазір маркетинг бойынша егер көрсететін болсақ, бізде $200 бізде мына $50 333 келеді екен. Қазіргі бағасы бұның, сонда санайтын болсақ, где-то бұның құны где-то 60-70 теңгенің құны болып жатыр да, бір акцияның, крипто акцияның $100 800 алуға болады екен. Сонда қазір егерде біз сол $100 жұмсап, осыған алып қойсақ, уже күзде Құдай қаласа біздің жоспарымыз бойынша енді мен арық айтып семіз шыққаным дұрыс. Даже егер $1 болған күйде де, сонда сіздің $100-ыңыз $800 болып кетейін деп тұр. Көрдіңіз бе қалай ақшаны өседі? Соны біз адамдарға жеткізе алсақ, біз олар үлкен сауап болар еді. Негізі, қазір мына қиын қыстау заманда көп адамдар жұмыссыз қалды. Жұмыссыз қалғанмен бірге олар артында ақша сақтап қалмаған екен. Сондықтан қазір шулап жатыр. Біздің үйде ақшамыз жоқ, тамағымыз жоқ. Күніне азынан кешке дейін банктың алдында жаңа 42.500 теңгені аңдып отыр, қашан берер екен деп. Значит, олардың артында тапқан жинағаны жоқ. Сол үшін біз айтып жатырмыз, сен ақшамен қоса біріншіден сен білім аласың, қалай сенің артында ақша жиналатынын. Егер де сен тапқан ақшаңды тапқанды жұмсап отырсаң, сен ешқашан бай болмайсың. Сен ең болмаса хотя бы 10-20% жинау керексің. Артыңа тығып қою керексің. Ертең күн қандай болады? Бала-шағама не тиеді? Қазір мынау дағдарыстың кезі бәрімізге белгілі болды. Кім артына ақша жинай алады, кім жинай алмайды. Сонда көбісі қазір мына дағдарыста, қазір мынау экзаменнен өте алмай қалды. Сол үшін біз осы білімді әркімге айтып, әр үйге жеткізе алсақ деп, сол біздің мақсатымыз.
Сонда адамдар өзінің артында жинаған ақшасы не только ол жиналып тұрады, ол еще ақша шақырып өседі. Мына айтып атқандай, $100 $800, егер осы 4-5 айда айналып кетсе, былай қарағанда бір қойымыз 8 қой болайын деп тұр. Сол үшін оның үстіне еще бізде ақшасы жоқ деп айтайық. Мысалы, мен өзім бастаған кезде, менде де ақшам болмады сол кезде. Потому что мен как раз жұмыс іздеп, не қыларымды білмей, сол кезде сөйтіп жұмыс іздеп жүрген кезім еді. И маған айтты, жұмыс болмаса да сен тіркелгеннен кейін сен адам шақырсаң, сонда сен адам шақырғаннан саған ақша түседі. Неге ол түсу керек? Потому что біз осы хабарды айтқан үшін, бұл реклама ғой. Енді біз мысалы бірдеңкені сатып атсақ, бір парикмахерскийді реклама қылсақ, бұл реклама ғой. Тура сөйтіп біз осы компанияға, адамға өстіп, Жанар ханым сияқты өзіміз тәжірибемізді өсіріп, осыны айтатын болсақ, бізге осы маркетинг план бойынша бізге бірінші қатар өзіміздің, енді былай қарағанда, өзіміздің шақырған первый линия дейді ғой, бірінші қатарымыздан бізге 8% ақша түседі екен. Сонда біздің атымыз партнер болып, даже ақша салмаған күйде де, біз бірінші қатардан 8%, екінші қатардан 5%, үшінші қатардан 3% алуымызға болады екен. Егер общем санағанда, біз товарообороттан 16% уже алуымызға болады екен. Қараңыздар, сіздің артыңыздан келген адам, сіздің ақшаңыз жоқ, бірақ ол $100 салды дейік, сізге $8 уже как айлық ретінде, бонус ретінде түседі екен. Сөйтіп біз қазір айтамыз ғой, ақша жоқ, дағдарыс, карантин, жұмыссыз қалдық дейміз. А біз қазір бұны қолымызға үлкен байлықтың кілтін беріп жатырмыз. Осыны шанс деп айтуға болады. Осы шансты пайдаланып қалса деп отырмыз. Сол үшін күніге біз сағат 12-де қазақшасын, сағат кешке 8-де орысшасын, оның арасында өзімізде осы мына интернет арқылы халыққа жеткізіп, сол естісе екен деп жатырмыз. Үйде отырғанша, қалай ақша табамды ойлап отырғанша, міне, пожалуйста, ақшаң жоқ па? Давай қарым-қатынас араласуға адамдарың бар, соларға айт, соларды біздің презентацияға шақыр дейміз. Сонда саған ақша түсіп бастайды. Сөйтіп, сонда да, қараңыздар, ол ақшаны көбейту үшін салады. Ол біреу үшін салмайды. Біз оның ақшасын еще көбейтіп, оның ақшасына завод соғып, жол соғып, жаңағы айтқандай ресторан ашып, алтын қазып, алтынды шығарып, соның ақшасын көбейтіп береміз. Мұны қазір көктем келатыр. Көктемде барлығы егін егу керек. Сол егін еккенде бір дәнекті ексе, сол бір дәнек 100 дәнек болып шығады. Мұны сол енді қараңыз, біз айтып атқанымыз, сен де өзінің ақшаңды жаратып қоймай, осы біздің компанияға біліміңе сен сал, еккендей боласың. Сонда сенің салған ақшаң ол да өсеп, жаңағы тура арпа бидай сияқты өскендей болып, сенің ақшаң 1 теңгең 100 теңге болып, $1 $100 болып өседі. И ол еще саған, ай сайын саған еще дивиденд әкеп тұрады. Потому что ертең завод дамығаннан кейін, анау жолымыз дамығаннан кейін, біз соның пайдасын жеп отырамыз. Міне, пайдасы бар деген адам сол екен. Кім ақшасын салып, сол ақшаның жемісін жеп отырған адам, соның адам пайдасы бар деп айтады екен. Сол үшін қазір бізде тағы да, мен сіздерге айтып кетейін, біздің қазір 30 марттан бері, апрель айынан басталған, бізде бір промоушеніміз бар. Ол промоушенімізда біз вообще ақшалы промоушен. Егер де сіз өзіңіз кіріп, $200 болмаса да 5 адам шақыра алсаңыз, бар жоғы 5 адам керек. Сонда біздің айналымызда 5 адам табылатын шығар. Егер туған күнге келетін болса, осы біз бір ет асып адам шақыратын болсақ, бізге 5 адам емес, 50 адам жүгіріп келеді. Мына біздің мақсатымыз, сіз кірдіңіз, сіз өзіңіз $200 салмасаңыз да, бірақ пока партнерсіз, бірақ сіз егер 5 адам шақырып, олардың $200 салатын болса, сізге біріншіден жаңағы 8%-дан, мен айтқаным бойынша, 8%-дан сізге $80 түседі.
қосымша сізге осы қазір 25 күннің ішінде бұл осы 5 адамымыз келіп қалса, келген болса, әрқайсысы $200 салған болса, мына жерде юнит деп жазылып қойған, біздің $1 юнитпен тең. Өзіміздің ақшамыз. Біз өзіміз бір мемлекет сияқты болып, өзіміз ақша шығарып отырмыз. Біз өзіміз адамдарды осы жинап, солардың мақсатымыз адамдарға сауат беріп, оны байыту. Мұны сөйтіп қараңыздар. Сізге $80 бір түсет, тағда 350 сізге бонус ретінде экспресс квалификация үшін сізге тағда бір түсет. Сонда сіз өзіңіз $200-ға өзіңізге сана криптоюнит аласыз и агент деген атаққа ие боласыз. Қараңыздар, мен уже кешеден бері санап отырмын, қараңыздар. Сонда сіз даже бір тиын ақша салмастан, сіз өзіңіз $430 тауып, соның $200 қайттан өзіңізге саласыз да, сізде $230 таза пайда қалайын деп отыр. Оны 25 күнде үйде отырып істеуге болады. Кейбіреулер 25 күнде істейді, кейбіреулер бір аптада істеуі мүмкін. 5 адам дегенді біз іздесек табамыз. Өзіңіз айтпасаңыз да, біздің осы жоспарлап қойған презентациямызға шақырсаңыз, біз сіз үшін айтып береміз соны, түсіндіріп береміз, сұрағына жауап береміз. Сіздің мақсатыңыз тек қана үйде отырып, біздің презентацияға адамдарды шақыру. Енді сол сіз агент болғаннан кейін, сізде таза уже $350 плюс $80, бана $230 сізде таза пайда қалып отыр. Екінші біздің статусымыз ол консультант, қазақша айтқанда кеңесші. Бана кеңесші, енді қараңыздар. Кеңесші болу үшін сіздің жаңағы шақырған 5 партнеріңіз тура сіз сияқты сізді қайталау керек. Орысша айтқанда бізде дубликация дейді. Соны қайталап, сіз істегеніңізді ол да істесе, сіздің істегеніңізді олар да істей алатын шығар. Енді олардың да 5 адамы табылады деп біз сөйтіп айтамыз. Әр адамның бары жоғы 5 адам табу керек. Сонда олар 5-еу агент болған кезде сізге $350 маркетинг бойынша табыс келеді. Бонус маркетинг бойынша. И тағы да сіз сол оны сіз 50 күннің аралығында істеген үшін сізге тағы да премия шығады. $800 деген премия, юнит. 800 50 күннің арасында істесеңіз. Сонда сізге бар жоғы сол тапқан табысынан жаңағы $200-ға тағы да $300 қосу керек та, сіздің личный товары болтыңыз $500 болып, сіздің астынан 5 агент шықса, сіз сонда қараңыз. $350 сізге айлық шықты, $800 сізге премия шықты, сіз $1150 тауып отырсыз. Соның $300 сіз қайттан құясыз өзіңізге. Сонда сізге таза пайда $800 болып отыр. Оны 50 күннің ішінде істеуге болады. 50 күннің ішінде істеу керек. Сонда қараңыздар, үйде отырып, сіз $230 бір таптыңыз, $800 пайда тағда бір таптыңыз, оның үстіне сіз $500-ға сіз өзіңізге криптоюнит алып қойдыңыз. $500-ға криптоюнит алғаныңыз, ол қазір негізі, әрқайсысы мына $500-ға қанша келеді екен көрейікші, мына маркетинг шкала бойынша $500-ға. Мына $500-ға 6,5 криптоюнит беріледі екен. Сонда сіз сол $500-ға 6,5 криптоюнит алсаңыз, ол күзде $6,5 болып отырмайды ма? Сонда сіздің $500-ыңыз қараңыз, $6,5 болып кетейін деп тұр. Сонда сіздің, бұл енді айтай қой емес, енді бір сиыр дейік та, бір сиырың сіздің қазір 12 сиырға айланып кетейін деп тұр. Қандай керемет, мұны қазір көктемнің кезінде өстіп ақшаны егетін болсақ, адамдарға айтатын болсақ, біз жоқтан, ешқандай қолымызда бір тиын жоқ болса да, біз осындай дәрежеге жетейін деп отырмыз. Оны істей алады адам істеген істейді. И біз қазір істеп отырмыз. Қазақстанға ғана емес, 150 мемлекетте осы біздің бағдарламамыз жүріп жатыр. Мұны күніге біз сол Италияда, Испанияда, Вьетнам, Малайзия, қай жерде болса да, Африкада, бәрі интернет жоқ жерде де адамдар істеп отыр осыны.
осыны біз адамдарға қазір халқым үйде отырып, осындай сауап жұмысқа батқанға не жетсін, соны біз айтып отырмыз. Енді мен қазір айтайын, мына кеңесші болғаннан кейін біздің ендігі статусымыз менеджер. Енді қараңыздар. Біз 5 адам шақырдық. 5 адамнан 25 адам болды. Енді 25 адам, олар да агент болғысы келеді ғой. Олар да агент болғысы келіп, әрқайсысы 5 адамнан шақырады. Сонда сіздің агенттеріңіз консультант, кеңесші болады. А сіз уже, сіздің статусыңыз менеджер деген атаққа ие боласыз. И сіздің табысыңыз тек қана айлық ретінде $2,500 болады. Сіз табыс ретінде $2,500 табасыз. $1,250 табасыз. Потому что бұны 125 адамнан $200 сізге 5%, $1,200 бір түседі сізге, бұны көріңіз. $1,000 сізде, $1,250 айлық шығады, плюс қосымша сізге $1,700 премия шығады, жаңағы экспресс бонус. Сонда сіздің тапқаныңыз $2,950. Одан кейін сіз енді $500 уже ап қойдыңыз ғой. Енді сіздің личный товарооборотыңызды $1,000 жеткізу керек. Сонда сіз $2,950-дан $500 қайта құйып, өзіңіз менеджер деген атаққа ие болып, $1,000 товарооборотын жасайсыз. Енді $1,000-ға қазір $1,000-ға қанша ана кіру келеді екен, соны көрейікші. $1,000-ға қанша криптоюнит келеді? $1,000-ға 14,300 келеді екен, көрдіңіз ба? Сонда сіз просто так ақшаны салып атқан жоқсыз. Сіз өзіңізге 14,300 криптоюнит алып қойып атсыз. И соның өзінде еще сіз тағда бұны сізге $1,700 айлық шығады. И сонда в общем санағанда $2,450 сіз пайда тауып атсыз. $14,300 сіз жинап қойған өзіңіз криптоюнитіңіз бар. Сонда қараңыз, қандай батпан құйрық бұяқта. Қандай ақша керемет. И самый ең кереметі бұның. Біз өте таза, сауап жұмыс істегеннің арқасында бұл ақшаның өте үлкен берекесі бар. Мен білем, что көп адамдар қазір әртүрлі компанияға кіріп ақша тауып атыр. Бірақ мен айта алмаймын ол ақшаның ол таза екенін. Любой пирамидаға кіріп тапқандар бар, бірақ ертең оның обалы бар емес па? Оның ертең адамдар, шақырған адамдар аламай қалса, компания жабылып қалса, не деген обал болады? Ол деген харам ақша деп айталам. А бізде деген таза ақша, мұны көрдіңіз ба? Бір тиынсыз бастаған адамның өзі қазір осы күзге қарай уже қандай ақшаға батайын деп отыр. Күз деген әне-мін дегенше кеп қалады. Енді мен сіздерге айтайын, осы менеджерден кейін бізде лидер менеджер деген статусымыз бар. Лидер менеджер деген ол уже астындағы тура сол жаңағы 125 адам, әрқайсысы 5 адамнан шақырса, сонда бізде уже командамызда уже сол 4-ші қатарда 625 адам болады екен. Әрқайсысы бар жоғы $200 салған кезде бізде $125,000 товарообороты өтеді екен. Сонда маркетинг бойынша бізге 4% тиеді екен. 4%-іміз сонда $5,000 таза ақша табайын деп отырмыз. Сол 4 лидер менеджер болған кезде $5,000 айлық, айлыққа тағы да $4,000 бізге премия беріліп жатыр. Ал енді қарайық. Сонда егер де ол сол кезде өзіне $2,500 алу керек екен. $2,500 товарооборотты. Сонда ол $1,000 уже бар ғой оның. Тағы да $1,500 қосады екен. И сөйтіп ол мұны $9,000-дан $1,500 қайтадан құяды екенді өзіне 40,000 криптоюнит алады екен. Қараңыз. 40,000 деген әрқайсысын мен енді айтпай қойын, $5, $10 демей қойын. Ең кемінде $1 болған кезде 40,000 криптоюниті $40,000 болса осы күзде, значит ол күзде уже $40,000-ға қазіргі бағамен ол өзіне бір дворец сатып алатын жағдай болады. Неге дейсіз ғой? Потому что мынандай дағдарыс кезінде
любой үйлер болсын, зат болсын арзандайды. Неге дейсіздер? Потому что доллар қымбаттаған сайын, вот, үйлер арзандап бастайды. Уже біз тарай дағдарыстарды көргенбіз. А ол егер осыны, мына лидер менеджер қанша күнде ол жасау керек? По-моему, 100 күнде ма? Мына 125 күнде жасау керек екен. 125 күн деген не ол? Бары жоғы 4 ай. 4 ай. Мына бүгіннен бастасақ, мына қазір сәуірдің уже бүгін 18-і болса, мамырдан бастайық дейікші. Мамырда бастаған адам, мына мамыр, июнь, июль, август, уже күзге қарай 40 000 доллардың егері болайын деп отыр. Қандай керемет ақша? 40 000 доллар кейбір адамдар, мұғалім болып, доктор болып, даже мен айтып қояйын, даже ешқандай милиция таза ақшамен бұндай айлыққа ие боламайды. А біз үйде отырып осындай ақшаны тап деп отырмыз. Соны бар жоғы не керек? Бар жоғы сол адамның ынталы керек. Ақша жоқ деген әңгіме емес. Оның просто шешім қабылдау керек. Мен осыны істей алам. Осыны жұрт істеп жатырған болса, мен де осыны істей алам деп талпынып, болды, диваннан тұрып, телевизорды өшіріп, азынан кешке дейін осыны жұрттарға айтып, мына жерде бір керемет компания бар екен. Осы компанияға мен кірдім. Давай сен де кір, ақша өседі екен бұяқта деп. Негізі біз жұрттың, халықтың көзін ашайын деп отырмыз. Жұрттың, халықтың сауабына қалайын деп отырмыз. Оның үстіне бізде тіркелген адамға, әр тіркелген адамға бізде кабинетінде оның біріншіден оған мына білім беретін, образование беретін академияның сабақтары бар. Мен айтып қояйын, мен айттым ғой басында, менде ақша болған жоқ еді кірген кезімде. Мен адам шақырып ақша таптым. Бірақ менде не болды? Менде тәжірибе болды. И мен сендім осы компанияға. И соның арқасында, білімнің арқасында мен қазір осында статусқа жетіп отырмын. Енді мен сіздерге айтарым, адам істеген адам істейді. Қорқудың қажеті жоқ ешкімнен. Кім не десе о десін. Қазір біреуден барып қарыз сұрасаң, күлет саған. А біз бұла жерде қарыз сұрап атқан жоқпыз. Біз айтып атырмыз. Сен осы жаққа кел, осы жақтан сен ақша табасың. Негізі, егер осы сіздің сол адамдарыңыз сіз сияқты қайталап, сіздің істегеніңізді істейтін болса, осы жылдың аяқ жағына дейін сіз президент деген статусқа ие болады екенсіз. И мен сізге айтайын, осы жылдың аяғына дейін тура өйстіп, уже ол арғарай уже адамдар уже бір-біріне ілесіп кете береді. Самое главное сізге осы лидер менеджер болсаңыз, кейін сізде топ менеджер, ол уже топ деген олар вице-президент, президент болған кезде, бәрі ақшаны санап отырған кезде, сіз осы жылдың аяғына дейін 500 000 доллар табатын жағдайыңыз бар екен. Ең кемінде. Мен ана криптовалюта айтпай қояйын. Криптовалюта ол бір бөлек алған товарымыздың бағасы өсетіні. Просто осы маркетинг бойынша тапқан ақшаңыз, бұна біздің подарканың арқасында тапқан ақшаңыз керемет сізді осын дағдарыс кезде үлкен байлыққа әкеледі. Сол мен қазір бізде сағат 1-де орысшасы басталады. Ол орысшасын біздің команданың Өзбекстанның өзбек ағайындарымыз жүргізеді. Сол үшін егерде қазақшаны аз көрсеңіздер, қазір орысшасына да қатыссаңыздар болады. Мен айтайын, енді ары қарай мен уже айтпай қояйын, потому что ол миға қонбайтын зат. Қалай 6 ай, 5, 8, 7, 8 айдың ішінде 500 000 ақшаның иесі болу үшін ол даже үлкен бизнесмендер істей алмайды оны. Мен сіздерге айтайын, біз сіздердің қолыңызға осындай банктың кілтін беріп жатырмыз. Үйде отырып банк боласыздар. Мұны қазір мен өзім осыны қайталап істегім келіп жатыр, осы ақшаға жеткім келіп жатыр. Сол үшін мен сіздердің бәріңізді осыған шақырып жатырмын. Мұны көрдіңіздер ғой. Күніге бізде сағат 12-де қазақшасы өтеді, кешкі сағат 8-де орысшасы өтеді. Бүкіл Қазақстан бойынша бізді осы басымызды қосып жатқан Жәмила ханымға рахмет айтқым келеді, потому что оның командасында 100 000-нан аста адам бар екен. Сол 100 000 адам істеп жатқанын сіз де істей аласыз. Көпшілікпен көрген ұлы той болатын болса, біздің той міне 100 000 адамның ішінде осы той болып жатыр.
сол тойға шақырып жатырмыз сіздерді. Білім алып мақтанба дейді. Орын алмай таптанба дегенде, міне біз сіздерге білім де беріп, ақшаңды қалай өсіріп, қалай жаңағы инвестор болуды, соның бәрін үйретеміз. Енді мен сіздерге айтайын, келіңіздер, біздің есігіміз ашық, біз қуана сіздерді үйретеміз. Осы мүмкіндікті айырылып қалмаңыздар. Рахмет тыңдағандарыңызға. Мен осы компанияға шақырған адамдарды, Жамиля Жакуптың барлығына алғыс айтам. Компанияны ұйымдастырып отқан Андрей Хавратовты мен ойлаймын, бұл тарихта қалатын үлкен адам болайын деп жатырмын осы кісі. Потому что бұның мақсаты дүние жүзінде 15-20% халықты миллионер қылсам дейді. Біз сол мақсатқа келіп жатырмыз. Қазір бізде уже 1.300.000 адам партнерден асып отыр. 150 мемлекеттің ішінде. Соның ішіндегі адамдардың барлығы осыны мүмкіндікті пайдаланып, қазір мына дағдарыс болса да үйінде отырып, үйреніп, жұртқа үйретіп жатырмыз. Сол үшін қап кетпеңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сізді осы презентацияға шақырған адамдарыңызға тіркеліп, қалай тіркелем, қалай менің осы болады, мен де осында қосылғым келіп жатыр деп айтып, артынан қалмаңыздар. Хош сау болыңыздар. Қазір сағат 1-де орысшасына қатысыңыздар егер. Жақсы сау болыңыздар. Все, Нургиса, бөлмеден шық енді.